Сәлеметсіздер ме, құрметті семинарға қатысушылар. Мен Полатова Гүлжан Бекжігейтовна. Күләш Байсейітова атындағы дарынды балаларға арналған республикалық мамандандырылған музыка орта мектеп-интернатының бастауыш сынып мұғалімі боламын. Менің сіздердің назарларыңызға ұсынатын тақырыбым бастауыш сынып оқушыларының оқу жылдамдығын арттыру жолдары тақырыбындағы баяндамам. Баяндаманың мақсаты бастауыш сынып оқушыларының оқу жылдамдығын арттыру, оқушының әдеби сауатын ашып, рухани дүниесін байыту, оқу жылдамдықтарын тежейтін қиындықтар мен кедергілерді болдырмау. Міндеттері: оқушылардың даму деңгейін тексеру, балалар әдебиетінің озық үлгідегі шығармаларын жүйелі оқыту, оқушылардың оқу дағдысын қалыптастыру, қазіргі кезде мектеп оқушыларының оқу қызығушылығының төмендеп кету себептерін анықтау. Тақырыптың өзектілігі: бастауыш сынып оқушылары оқу жылдамдығын толық меңгеріп шығарылуы тиіс. Оқушы үлгерімінің негізгі факторы оқу жылдамдығы болғандықтан, мен бұл мәселені өзекті тақырып етіп алдым. Мәнерлеп оқу қандай мәтінді болмасын дұрыс, сөздерді бұзбай, сөз қалдырмай, сөз аяғын жеп қоймай, әрбір сөзі дұрыс, анық оқу болып табылатынын барлығымыз білеміз. Мен өз тәжірибемде оқушылардың техникалық оқуларын тексеру барысында 3-4 сынып оқушылары 1 минутта көп сөз оқимыз деп сөздер санын көбейтуді мақсат етеді. Ал олай оқитын баланың сөздері анық шықпайды, әріптерді анық айтпайды, тағы бір қателік: оқығандарын түсіне бермейді. Тек жылдамдықты арттырады. Оқушының жылдам оқуда қиналатын негізгі себептері: визуалды есте сақтау қиындығы, дыбыс элементтерінің синтез процесінің қалыптаспауы, әріптер мен дыбыстар арасындағы күшті ассоциациялар дамымаған, регрессиялар бұрыннан оқылған нәрсені қайта оқу мақсатында көздің қайталанатын қозғалысы, мәтіннің мағынасын болжай білмеуі, артикуляциялық кемшіліктер, шағын көру аймағы, белсенділіктің төменділігі. Сондықтан мен сіздерге оқу жылдамдығын сауатты арттыру жолдарының алғашқы сатыларын қалыптастыруға байланысты әдістермен бөліскім келеді. Сөз пирамидалары. Мұндай жаттығулар үшін сөздер ең аз әріптері бар сөзден бастап жазылады. Әрбір сөз 2 бөлікке бөлінеді. Олар бір-бірінен біршама қашықтықта жазылады. Әрбір келесі жолда бұл қашықтық артады. Бірінші соңғы. Бұл жаттығу үшін кез келген мәтінді пайдалануға болады. Балалар тек әр жолдың бірінші және соңғы буындарын оқуы керек. Сына диаграммасын. Алдымен орталық бағанға назар аударыңыз. Содан кейін бүйірлік сандарды дауыстап айтып отырып, ақырын төмен қараңыз. Жылдам оқуға арналған бұл сандар кестесінің мақсаты соңына жету және орталық бағаның оң және сол жағындағы сандарды бір уақытта көру. Балалар, начне торғай деген сөзді кім жылдам таба алады? Өте жақсы. Шольте кестесі. Оқу жылдамдығы көбінесе көздің сызықтан сызыққа қаншалықты жылдам қозғалуына байланысты. Кейбір балалар мәтінді ретімен оқи алмайды. Олар жолдардан секіреді, сөздерді өткізіп жібереді және үнемі сөйлемнің басына оралады. Шольте кестелері бұл мәселені шешуге көмектеседі. Оқу жылдамдығы оқушының оқу үлгерімінің деңгейіне әсер ететін критерий. Өйткені бала неғұрлым баяу оқыса, соғұрлым ол материалды оқуға немесе тапсырманы орындауға уақыт көп жұмсайды. Оқу техникасы төмен орта сынып оқушысы оқуда жоғары нәтижеге жете алмайтыны тәжірибеде дәлелденген. Сондықтан бастауыш сынып мұғалімдері де, ата-аналары да осы оқу техникасын үйретуге ерекше көңіл бөлулері қажет. Құрметті семинарға қатысушылар, назарларыңызға көп рахмет.